Ассалаумағалейкум. Қонақтар және де осы Светоч тобының меңгерушілері, сіздерді білеміз. Шымкент қаласы қорғаныс департаментінің басшылығы сіздерді шын жүректен құттықтайды. Департаменттің жаңағы Шымкент жастар әскерге шығарып салу салтанатты іс-шарасына сіздер бірнеше рет келіп қатыстыңыздар. Енді мына жерде мен айтқым келіп тұрғаны, Шымкент қаласының жастарын әскери патриоттыққа тәрбиелеуде шаршамаңыздар. Сіздердің барлығыңызға денсаулық тілеймін. Осы көріп отырған жаңа үлкен кісілер, ата әжелердің бәрі 18 жастағы қыздай үйісті ойнап жүре беріңіздер. Мынау барлығыңызға айтарым, отанымыз тыныш, аспанымыз ашық болсын, көк байрағымыз желбірей берсін. Армысыздар, бармысыздар, құрметті өнерсүйер қауым. Бүгін Светоч хор ансамблінің үлкен 15 жылдық мерейтойы болып жатыр екен. Құтты болсын, соған мирас қоғамы атынан бір алғыс хатымыз бар, сеніміміз бар, соны тапсыруға рұқсат етіңіздер. Алғыс хат. Құрметті Светоч хорының ұжымы, өнер мәдениеті мен дамуына қосқан зор үлестеріңіз үшін, сондай-ақ 15 жылдық мерейтойлық концертіңіз жоғары деңгейде ұйымдастырып, көрермендерге рухани қуаныш сыйлағандарың үшін шын жүректен алғыс білдіреміз. Сахнада орындалған әсем әндер, түрлі тілдегі музыкалық композициялар, ерекше шығармашылық, көңіл күй барлығында көрермендерге ұмытылмас әсер қалдырды. Ұжымның кәсіби шеберлігі, бірлігі мен үйлесімі, нағыз өнерге деген адалдықтың көрінісі. Сіздерге шығармашылық табыс тілеп, жаңа биіктерден мен жарқын жеңістерден тілейміз. Халық жүрегіне жол табатын әсем әндеріңіз әрдайым шырқалып жүре берсін. Құтты болсын. Құрметті жиналған қауым, бүгін біз Светоч хорының 15 жылдық мерейтойының куәгері болып отырмыз. Түркістан облысы және Шымкент қаласы шекарашы ардагерлер қоғамдық бірлестігі атынан сіздерді шын жүректен бүгінгі мерейтоймен құттықтаймын. Бұл кісілерді мен танитыным, осы 3-4 жылдан бері осы төрағалық қызметті атқарамын. Сағыналы ағамыз, осы кісі арқылы бірнеше патриоттық іс-шараларда жүріп жатқан жағдайымыз бар. Кеше ғана 1 қазан қарттар күні біз Сайрам ауданы Қарабұлақ ауылында Ұлы Отан соғысының ардагері атамызды барған кезде осы кісілер автобуспен барып, атамызға құрмет көрсетіп, өздерінің өнерлерін паш еткен жағдай бар. Күні кеше 7 мамыр отан қорғаушылар күні Ленгір қаласында сол жердегі Ұлы Отан соғысы ардагерінің қызының үйінде болдық. Осы кісілермен біргеміз, бір жағадан бас шығарып, бір жерден қол шығарып жатқан жағдайымыз бар. Мен енді бұл кісілердің грамоталарын дайындап қойғанмын бәріне. Бірақ енді мына жерде уақыт алмай қояйық. Сағыналы аға, алғыс хатымды сіз арқылы тарататын боламыз осы кісілердің бәріне. Мейрамға жете берейік, қартаймаңыздар, сіздер біз үшін әлі жассыздар. Бұл кісілер әлі шыңдалып, мектептерде, колледждерде, жоғарғы әскери оқу орындарында өнерлерін көрсетеді. Үздіктерге қарап сап түсейді біздің жастарымыз. Сіздердің жолдарыңызды бере берсін келешек жастарға. Ауырмаңыздар, мерекеден мерекеге жете берейік. Құтты болсын мереке.